жігіттер аралық мынадай бір эпизодқа назарларыңызды аударта кеткім келеді. Жұбайы қыз босанған жігітті бізде оның достары нағыз еркектен еркек туады, болмаса еркектен еркек туады деген сияқты бір қыжыртып тиісіп жатады. Сөз ойыншық емес, құрметті жігіттер. Дұшпанның бірі тіл деген. Бір ауыз лепестен Құдай алдындағы құрметіміз азайып кетуі мүмкін. Бұл қисынға салсақ, қызды болған жігіт ер жігіт болмай шыға ма сонда? Қыздар дүниеге келмесе, біз қайдан шықтық? Аяғымыз аспаннан салбырап түсті ме әлде? Әзілдеген, көңілді жүрген жақсы ғой, бірақ ауыздан апат боп керегіне. Әлде біз қызды соншалық жек көреміз бе? Шарана жынысын өз таңдап, әкесі қыз туылуын тапсырыспен орындатты ма? Қалағанына қыз, қалағанына ұл беру Құдайдың еркіндегі құзыретті шаруа емес пе еді? Қызыңызды туыла салған сәттен бастап жақсы көріңіз, жігіттер. Қызды болған жігітті керісінше қуанып құшақтаңыз, өйткені үш қыз тәрбиелеп өсірген жігіттің ақырғы тұрағы қай жақта екенін сіздің де естігеніңізге менің ешқандай шүбәм жоқ.